Көп адамдар естіп те, кейбірі қолданып та көрген бір дәрілік ерітінді бар, меновазин деп аталады. Бұл арзан әрі қолжетімді дәрі-дәрмек ауырсынуды басуда жақсы әсер береді. Көп жылдық тәжірибе көрсеткендей, ол аллергиялық реакцияларды өте сирек тудырады. Бірақ көпшілік біле бермейді. Меновазиннің қасиеті тек ауырсынуды азайтумен шектелмейді. Бұл видеода біз меновазиннің халық медицинасында қолданылатын 16 түрлі ауруға көмектесетіні туралы айтып береміз. Сондай-ақ мына сұрақтарға жауап береміз. Меновазиннің құрамында не бар? Қандай ауруларға көмектеседі? Оны дұрыс қалай қолдану керек? Кімдерге қолдануға болмайды? Меновазиннің құрамы қандай? Меновазин сыртқа жағуға арналған дәрілік ерітінді. Ол ауруды басатын және салқындататын әсерге ие. Бұл қасиеттер оның құрамындағы белсенді заттарға байланысты. Бірінші компонент прокаин. Бұл зат ауырсынуды азайту үшін қолданылады. Ол жүйке импульстерінің берілуін бөгеп, жүйке ұштарының қозғыштығын төмендетеді. Соның нәтижесінде ауырсыну сезімі азаяды немесе мүлде жоғалады. Екінші компонент бензокаин. Бұл да жергілікті ауырсынуды басатын құрал. Ол да прокаин сияқты әсер етеді. Жүйке импульстерін тоқтатып, ауырсынуды азайтады. Екі зат бірге қолданылғанда, олардың әсері күшейіп, ауырсыну жылдам басылады. Үшінші компонент ментол. Ментолдың салқындататын қасиеті бар. Ол ауырсыну аймағындағы жайсыздықты басып, салқын сезім арқылы ауырсынуды жеңілдетеді. Меновазин қандай ауруларда көмектеседі? Меновазинді бұлшық еттің созылуы, көгеру, соғылу сияқты жеңіл жарақаттарда, сондай-ақ ревматикалық және жүйке ауырсынуларында қолданады. Оны ауырған жерге жағып, жеңіл массаж қозғалыстармен сүртеді. Бірақ оның әсері тек бұлармен шектелмейді. Халық медицинасында ол көптеген басқа ауруларда да пайдаланылады. Радикулит кезінде меновазин мойынның артқы жағына және омыртқа бойымен, сондай-ақ шондана жүйкесі өтетін аймақтарға жағылады. Бірнеше рет қолданғаннан кейін ауырсыну басылып, кейде мүлде жойылады. Буындарда тұз жиналғанда. Ұзақ уақыт бойы зақымданған буынды күн сайын меновазинмен сүрту керек. Уақыт өте келе тұз шөгінділері азайып, қозғалыс жеңілдейді. Бас және тіс ауырғанда. Құлақпен айналасын күніне 2 рет меновазинмен сүрту ұсынылады. Аяқтағы әлсіздік пен шаршау кезінде. Меновазинді аяқтың табанына және тізенің астына жағады. Бұл қан айналымын жақсартып, жеңілдік береді. Геморрой кезінде. Дәке немесе мақтаны меновазинге малып, анусқа енгізеді. Бұл тәсіл 5 күн ішінде жақсы нәтиже береді. Тұмау және жөтел кезінде. Меновазинмен арқа мен кеудені ысқылау керек. Содан соң жылы оранып, жатып ұйықтаған жөн. Бұл жөтелді басуға және суықтың өшуін тоқтатуға көмектеседі. Андин тамақ ауруы кезінде. Мойынның алдыңғы жағына меновазин жағып, жылы орау ұсынылады. Мұрын біткенде, тұмауда. Меновазинді иіскеу жеткілікті. Алдымен бір таналмен, сосын екіншісімен. Бұл мұрын бітелуін тез жояды. Герпес кезінде. Мақтаны меновазинге малып, герпес шығатын жерге бірнеше минут басу керек. Немесе меновазин қосылған май жағады. Варикоз, тамыр кеңеюі кезінде. Меновазинді табаннан жоғары қарай, жеңіл уқалау қозғалыстармен жағады. Кейін әсерін күшейту үшін өңделген жерді мата немесе дәкемен жабуға болады. Ұйқысыздық кезінде. Мақтаны меновазинге малып, желке мен құлақ артына дейін сүрту керек. Бұл әдіс ұйықтауға көмектеседі. Ұйықтататын дәрі қажет болмайды. Жүйке аурулары кезінде. Невралгия. Бет немесе бел аймағындағы ауырсынуды басу үшін меновазинді сол жерге жеңіл уқалау арқылы жағады. Остеохондроз кезінде. Меновазин ауырсынуды азайтады, бірақ аурудың себебіне әсер етпейді. Миозит, бұлшық ет қабынуы кезінде. Меновазин ауырсынуды жеңілдетеді. Мозоль, аяқтағы сүйел, қатпар кезінде. Меновазинді ауырған жерге жағып, уқалау қажет. Ол ауырсынуды азайтып, мозольді кетіруге арналған басқа құралдардың әсерін күшейтеді. Подагра және артрит кезінде.
Бұл буын аурулары кезінде меновазинді басқа жергілікті дәрілермен бірге қолдануға болады, ол ауырсынуды азайтады. Столбняк кезінде. Халық медицинасында меновазин ауырсынуды азайту үшін ғана қолданылады, ем ретінде емес. Меновазинді қалай дұрыс қолдану керек? Кез келген дәрі сияқты оны нұсқаулыққа сай қолданған жөн. Бірақ халық медицинасында әртүрлі тәсілдері бар. Миозит, артрит, ревматизм, невралгия кезінде меновазинді ауырған жерге жағып, жеңіл дөңгелек қозғалыстармен теріге сіңіреді. Көгеру мен гематом кезінде зақымданған аймаққа жағып, жеңіл уқалау арқылы қан айналымын жақсартады. Сыртқы геморрой кезінде дәке салып, салқын компресс жасайды. Ішкі геморрой кезінде мақта тампонды меновазинге малып, анусқа абайлап енгізеді. Мозоль кезінде ауырған жерге жағып, жеңіл уқалау жасайды. Ұсақ жарақаттар мен соғылған жерлерде ауырған аймаққа жағып, аздап уқалау жеткілікті. Маңыздысы, меновазин тек сыртқа қолдануға арналған. Оны ашық жараға, көзге немесе шырышты қабықтарға жағуға болмайды. Кімдерге меновазин қолдануға болмайды? Егер сізде меновазин құрамындағы бір затқа аллергия болса, оны қолдану теріде ашу. 12 жасқа дейінгі балаларға дәрігердің кеңесінсіз қолдануға болмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге қолдану қауіпсіздігі дәлелденбеген. Сондықтан тек дәрігер бақылауымен ғана қолдану керек. Сондай-ақ меновазинді үлкен аумаққа немесе ұзақ уақыт жағу персенді заттардың тері арқылы сіңіп, ағзаға әсер етуіне әкелуі мүмкін. Кей жағдайларда жеке көтере алмаушылық байқалуы мүмкін. Теріде ашу, күйдіру, аздап қызару. Мұндай жағдайда қолдануды тоқтату керек. Бірақ жалпы алғанда меновазин өте сирек аллергия тудырады және өзін жақсы қырынан көрсеткен. Сол себепті ресми және халық медицинасында кеңінен қолданылады. Қорытынды. Меновазин арзан, бірақ әсері күшті құрал. Ол бұлшықет, буын, жүйке ауырсынуларын басып, суық тию мен шаршауды жеңілдетеді. Алайда оны қолданарда сақ болу керек және ашық жараға, көзге немесе ішке қолдануға болмайды. Саған меновазин қай жағдайда көмектескенін де айтып өт. Өз тәжірибеңмен бөліс, пікір қалдыр. Жаңа пайдалы видеоларды өткізіп алмау үшін арнаға жазылуды ұмытпа. Денің сау, өмірің ұзақ болсын.